Ассаламу алейкум достар, сіздерді өзімнің каналымнан көргеніме қуаныштымын. Әдеттегідей сіздерге пайдалы видео утюгтің ішін накиптен тазалайтын боламыз. Ыдысымызды алып, оған бөлме температурасындағы 500 грамм суымызды құйып дайындап аламыз. Содан кейін кез келген магазиннен лимонная кислота оңай табылады. Соны алып 2 ас қасығын суымызға салып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз ерігенше. Мен алдын ала осылай дайындап алған болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай, менің утюгімнің тесіктері бітеліп қалған, пар шықпайды. Енді арнайы су құятын жерінен жаңағы дайындап алған суымызды құямыз. Осы кезде утюгіміз ыссы болуы қажет. Алдын ала ысытып дайындап аламыз. Содан кейін арнайы кнопкасын басу арқылы парын шығарып тұрамыз. Достар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, осыншама ішінен лас мусор шықты. Тазиктің ішін байқасаңыздар да қаншама лас су. Енді сыртын тазалау қажетпіз. Ол үшін астына көнелеу осындай матаны жайып қойып, осындай карандаштың көмегімен бұны да табу оңай, магазиндерде сатылады. Ысып тұрған утюгке үйкелейміз. Осылай үйкелеу, ысқылау арқылы бетіндегі ласына мусорлары оңай еріп кетеді. Мен утюгті раковинаға барып жуып алдым тряпкамен. Сіздер тазикке салып жусаңыздар да өзіңізге қалай ыңғайлы, солай осылай тазалап аламыз бетін. Әбден ішіндегі суын төгіп, қайта таза су құйып, ішін жуып алдым. Әбден тазалап алғаннан кейін жаңағы көне матамызды алып, утюгтің парын шығарып, тазарғанша осылай ысқылап үтіктедім. Көріп тұрғандарыңыздай утюгіміз тап-таза. Достар, менің видеом сіздерге ұнады, пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде сіздер де қолданып көріңіздер, нәтижесімен бөлісіп, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Қазақша каналдың ары қарай дамуы үшін каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазыңыздар және таныстарыңызды менің каналыма тіркелуге шақырсаңыздар қуанып қаламын.